Сәлем супермастер, біз бүгін өте оңай тез жасалатын дизайндардың бірін жасаймыз. Ол үшін бізге любой саған ұнайтын оттенікті жағып кептіріп аламыз. Оның үстіндегі липкий слойға фольгамен отпечаток жасап қалдырып кетеміз. Оның үстіне матовый топты жағамыз да кептіреміз. Одан кейін біз оның үстіне блескпен мен узор салам деп шештім. Оны салып кептіріп алғаннан кейін глянцевый топпен үстіп бастырып шықтым, блесктер әдемілеп жылтырласын деп. И тут мне показалось, өзі мына дизайн какой-то скучный болып қалған сияқты болды. Сол себептен мен бұл жерге қара оттенік қосқым келді. И вуаля, шикарный оттенікпен күшті дизайн шықты. Екінші вариант. Тура осы методикамен, бірақ басқаша боктан ракурстан алдым, и ол понижнее шықты, потому что мен узорларды ақ түспен салдым. Екі вариантты дизайндар ерекше, күшті, прям көзді тойдыртатын, бірақ өте оңай, тез жасалатын дизайндар бұлар. Любой начинающий мастер точно справиться ете алады. Үшінші вариант. Тура сол методикамен, бірақ бұл жерде чисто прям қалай айтсам болады екен, сочетание цветов дейді ғой, түстердің үйлесімдігі керемет болып шыққаннан кейін бұл дизайн өте эффектный болып шықты. Маған үшінші дизайн қатты ұнады. Сіздерге қай вариант ұнады? Комментарияға жазып кетіңіз. Кстати, маған обязательно подписка жаса, лайк басып қой. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін подписка жаса қой. И колокольчик басып қой, сол кезде менен кейін необычный дизайндар, күшті дизайндарды өткізіп алмайсың. Менің каналымда саған точно қажетті информацияны ала аласың. Так что поддержи меня лайком, подпиской, комментарием. Мне будет очень приятно. Вот үшінші вариант қандай шикарный болып шықты, бірақ маған офигенно ұнаған үшінші вариант. Сол оңай және тез, минимум 5 минут алады. Так что давайте пробуйте. Күшті дизайн болып шығады. Главное, цветтерін үйлестірсеңіз болды. Ладненько, давайте пока, қыздар.